Мысалы, бұрынғы энергиямыз мақылдай состояниеға келгенде, енді осы екен ғой деген состояние. Сондықтан барлық ауруларыңызды, жәнегі диагноздарыңызды құрғана бауырым ауырады, бүйрегім ауырады, мына жерім былай істемейді деген нәрсеге, немесе возраст дейді ғой, 50-60-70 жасқа келген, мен кәрі болдым ғой деген нәрсеге көнбеңіздер. Өйткені біздің клеткаларымыздың өмір сүруінің өзінің уақыты тағала берген 120 жыл, ол сондай состояниеда, оказывается, мықты ұстап отыруға болады екен. Сондықтан біздің компаниямыздың өнімдері бірінші, екінші протокол деп айтқан, оның ішінде 7 өнімнің бәрі кіреді. Сонда қолданған адамдар жәнегі энергиясын алады, бауыр бүйректі қалпына келтіреді, организмдегі 60 триллион клеткалардың бәріне капитальный ремонт жасап алуға болады. Профилактика үшін бүкіл жанұяларыңызбен қолданыңыздар. Қолданғанда сондай күшті бір бонус ретінде күшті состоянияға келесіздер. Ол состояние деген не? Ол как раз таки мына пост-клетка деген бар. Біздің ағзамыздағы әр клеткаларымыз күнделікті жәнегі 15-16 түрлі жәнегі аминақышқыл, 28 түрлі аминақышқыл, 15 түрлі минерал алу керек екенбіз. Мен кейіннен өзім, бұрын кейбір адамдар, мысалы, менде очок, аяғым сып тұр, ішім сып тұр, көз астым бәрі сып тұр, дәрігерге барсаңыздар, олар неме дейді? Тұз жеме дейді. Тамаққа тұз қоспаңдар дейді. Нет, тұздың ең үлкен қасиеті ол минерал екен. Сондықтан ол минералдарды қолдану керек екен. Ол өте керек зат, өйткені бірден бір сол минералдың ең қасиеті ол организмді ашылачивать етеді. Одан кейін түрлі ферменттер алуымыз керекпіз, витаминдер алуымыз керекпіз, әр түрлі жәнегі незаменимые жирные кислоты или дубильные вещества, олардың бәрі клеткаға керек екен. Клеткаға кислород керек екен. Ол қан тамырлары ашылып, ол қоректі заттардың бәрі біз қан арқылы, тамырлар арқылы аламыз ғой. Особенно мына қанттың көтерілуі, жәнегі қан қысымының көтерілуі, температураларыңыздың көтерілуі, оның бәрі біздің клеткаларға дисбаланс әкеледі. Сондықтан қан арқылы қоректік заттар тамыр арқылы бармайды екен. Сондықтан ғой тамырларымызды жақсылау үшін бірден бір остеовел біздің өнімдерді ішкенде тамырлардың микроциркуляцияларын бәрін ашып, гормональный фонды бөгеттердің бәрін алып тастайды. Сол бөгетте отырғанымыз сол ғой. Сол кезде қан айналым системасы дұрыс болып, қан тамырларыңыз ашық тұр. Және липопротеиды низкой плотности, высокой плотности нормаға келтірген бар ғой. Бауырда ғой ол фильтр. Сол бауырыңыз таза жұмыс істеп тұр, бүйрегіңіз дұрыс жұмыс істеп тұр. Солардың бәрі дұрыс жұмыс істесе, сіздің клеткаларыңыз шіркін, жақсы энергиямен қосып, тамырлары ашылып, қанның құрамындағы жәнегі pH средасы, паразиттерді өмір сүргізбейтін бүкіл микро-макроэлементтерді алып, сіздің ағзаңыз дұрыс жұмыс істей бастайды екен. Сонда аурулардың бәрі как следствие өзімен өзі кете береді екен, жоқ болады екен. Сонда енді первый вводный, біз қазіргі айтып отырғанымыз сіздің фактор компаниямыздың жәнегі нелері, протокол 1, протокол 2 деген өнім жиынтығы. Сондықтан қолданыңыздар, қолданған адамдардың бәрі нәтиже алып жатыр. Міне таңертең ғана бізге тағы да бір отзывтарын жіберген. Каждый раз бізге клиенттеріміз көп қой, сол қолданған адамдар отзывтарын жасап, отзывтарын бергенде біз оған тек қана қуанамыз. Вот он, қандай керемет. Әйтпесе, және бір кісі хабарласты. 40 жыл псориазбен ауырған. 40 жыл. Көрмеген метажер және гормональный препараттарды уже шыдамай 6 айдан кейін уже тоқтаттым дейді. Неге? Өйткені асқазаным ауырды, остеопороз, уже осложнениялар болып, уже лучше сол аурумен жүре бергенім дұрыс еді деп сөйтіп хабарласып отыр да. Ой, что, давайте. Біздің өнімдерді естімепті ешқай жерден. Қазір қуанып алып, қазір қолдануға кетті ол кісі. Алла шипасын берсін, өйткені емді қасиеті өте мықты. Емді қасиеті болғанда біз енді все гениальное просто дейді. Неге? Өйткені біз ауру емдемейміз,
біздің мақсатымыз организмдегі клеткаларға қоректі заттар беріп, сол себептердің бәрін алып тастап, иммунитетті қалпына келтірсек, аурулардың бәрі өзімен өзі как следствие кетіп қалады екен. Сондықтан біздің өнім протоколдың ішінде жәнегі фульвагумин макс деген бар, құрамында 4 түрлі қоректі заттармен усиленный ОВП минус 600-қа дейін жеткіздік. Биогумин таңертең кешке ішіп отырасыздар, ол концентрат фульвовых гуминовых кислот, ол деген не? Оның ең үлкен қасиеті ол именно баланс, именно клеткаға сенімді түрін шығарғанбыз біз, Қазір прямо таңертең 15 тамшы, кешке жатарда 20 тамшысын ішіп отырған, кез келген адам ішіп отырған адамдар нәтижесін бірден байқайды. Одан кейін барып жәнегі баобаб енді киелі ағаш дейміз, сидраттың талы, Құранның хадисінде жазылған 6000 жыл өмір сүретін талдың дәнінен жасалған керемет өніміміз бар. Ол деген құрамында зародыши пшеницы добавили. Ол деген күнделікті бізде клеткаларымыз өледі ғой. Сол клеткаларды тез қалпына келу үшін адамдар витаминдер ішеді, тамақ жейді. Сол бізде баобабтың ішінде жәнегі 60-тан астам микро-макроэлемент зародыши пшеницаның өзінің ішінде 60-70-тен астам микро-макроэлементтер бар. Оны остеовелмен араластырып ішкенде организмдеріңіз 120-дан астам микро-макроэлемент алады екен. Асқазанға өте пайдалы. Мына өңешке түскеннен кейін өзі как губка, өзі бүкіл жаман заттарды өзіне сіңдіріп алады да тазалауға өте көмектеседі. Иммунитетіңізді қалпына келтіреді. Енді құрамы өте керемет, құрамына қолданған адамдар балаларға 6 айдан бастап балаларға береміз. Ең бірінші интоксикация, токсины, свободный радикалы, аллергены, тяжелый металлы, паразиттер ғой, соларды тазартады екен. Ол ауру тудыратын бірден бір. Мына жерде сұрақ келіп тұр, жақсылық деген. Өт алып тастады, не ішуге болады дейді. Өт, давайте содан бастақ. Өт не үшін алып тастады? Өт, значит, закисленный организм, тас пайда болды, дұрыс қой, тас пайда болды, оны алып тастады, өт қабын алып тастады. Енді ол өт неге бұлғанды, неге тас пайда болды? Ол бауырдың гепатоциттердің клеткалары сол уже бұзылған, жировой гепатоз, немесе диффузные изменения в печени, содан кейін барата ол түзді, жарайды, алып тастады. Енді арғарай жаман өт, гепатоцит бауырдан ұлтабарға түседі, 12-шекке түседі. Ол қоректі заттарға қатысады. Значит, уже жаман өт. Тем более наркоз алдыңыз, антибиотик берді. Одан двойной эффект. Опять бауырға нагрузка болды. Енді ол бауырында өті бар адамдардың бәрінде бар ғой. Артрит, артроз, остеохондроз, грыжа диска может появиться. Сондықтан біз көбінесе мануалистерге басқа барамыз. Ары қарай бауыр дұрыс жұмыс істемегенде қалқанша безі кетеді, асқазан асты, ұйқы безі бұзылады, хеликобактер появляется, иммунитет төмен түседі. Бауыр мен бүйректе тас құмдарыңыз пайда болуы мүмкін. Сондықтан біздің өнімдерді бірінші протокол бойынша қолданыңыз. Мына телефонға жазып нетсеңіз, толық ақпарат аласыз да. Қазір мына эфирде айтпай ақ қойын, және айтып жатқам, кстати. Сол бауырдың клетка гепатоциттерді қалпына келтіргеннен кейін, одан кейін барып жақсы өт шыға бастағаннан кейін бүкіл система, запор кете бастайды, кишечная флора нормализуется, асқазандағы жәнегі жаралар кете бастайды, панкреатит кете бастайды. Ойбай, мен диагноздарды айтып жатырмын да, блоктап тастау мүмкін, түсініңіз ғой. Самый главный жәнегі біздің өнімде бірінші протокол бойынша қолданыңыз. Тас үлкен болғандықтан ғой, тас үлкен болғандықтан, тас үлкен болды, ол сол тас неден пайда болды. Тастар бар, еритін тастар бар, ерімейтін тастар бар. Оның составына байланысты, оны алғаннан кейін бәрі тексереді. Көп адамдарда тастар еріп жатыр. Кейбір адамдарды ермейді, ол өмір бойы жүреді сөйтіп. Алып тастамаған адамдарды айтам да, көп адамдар жәнегі тас алмай тұрып бізге хабарласады да, біздің өнімдерді қолданады. Сондықтан сізге бірінші протокол бойынша обязательно қолданыңыз. Не ішу керек дейді, көмегі болса болды, шем бұйырса деп жатыр. Сол. Бірінші протокол ғой. Бірінші протокол. Бірінші протоколдың ішінде бізде биогумин, фульвагумин макс кіреді, баобаб остеовел кіреді, потом гепа, нефра, иляргин деген өнім жиынтығы. Оның өзінің дозировкасы бар, қалай ішу керек екенін бәрін сізге, жекелікке шығыңыздар, Эндометриоз қандай ем қолданса болады, емі бар ма дейді?
бар. Нағима Эндометриоз дегенді түсініңіздер, ол предонкология деп айтамыз, гормональное нарушение деп айтамыз. Причинасы паразиты, кандиды, грибки могут быть, да, через гипофиз. Эндометриоз бар адамдар жәнегі диагноздарды көп айтпадыр. Енді понятно, я? Давайте мен қазір толық қана медициналық қана тілмен емес, былай Нағима ханым сізге жауап берейін. Ол өзіңіз мен айтып отырғанда сіз өзіңіз түсінесіз, ол неге ол пайда болды деген сияқты. Оны қырат, қырып тексеруге береді. Эндометриоз қойғаннан кейін гормональный препараттар, әртүрлі препараттарды береді, дәрігерлердің дәрілерімен қосып біздің өнімдерді вообще эндометриоз кезінде мен екінші протокол іштеп айтамын, чтобы онкологияға ол кетпес үшін полный гормональный фонд қалпына келтіріп, организмде қалпына келтіріп, жәнегі клеткаларыңызды қалпына келтіріп алу үшін ол біздің өнімдер туралы толық ақпарат алып алыңызда да қолданыңыз. Фульвагуминнің ең үлкен қасиеті құрамында 14 тетратриллион атом электрон бар екен. Ол деген баратта кез келген несіз клеткалардың ішіне кіріп, клетканың ішінен барып ремонттайды ғой, енді айтқанда. Одан кейін барып ана гепанеф, Иляргин деген 98 жылы 3 физиолог Нобелевскую премию. За что? За моноксид азота дейді. Ол сигнальная молекула эндотелия арқылы қай жеріңізде қандай проблема бар, соны мозг идет сигнал, организм начинает сразу реагировать. Егер клеткаларыңыз дұрыс жұмыс істеп, бауыр, бүйрек, бүкіл ағза, особенно қалқанша безі бәрі дұрыс жұмыс істеп тұрса, организм өз-өзін кез келген состояниеда ауруларды емдеп кетеді екен. Біздің каждый ағзамызда білесіздер ме, күнделікті бір сағат емес, бір күнде 70 шақты атипичный клеткалар пайда болады екен. И көп адамдардың сол атипичный клетканы жинетін біздің иммунитетіміз екен. Сондықтан иммунитеттеріңізге көп көңіл аударыңыздар. Дұрыс питание, су ішу деген сияқты. Сол эндометриозға бірінші протокол бойынша, даже екінші протоколмен қолдануға болады. Данахан айтады, сізде бат қай жақтан дейді? Әртүрлі жерде біз енді ол сертификация бәрі өткен, біз ол протоколымызға тағы да не алдық, патент алдық. Состав ингредиенттері бүкіл дүниежүзінен жиналған. Мен 21 жыл осы компанияда жұмыс істегендіктен сол қажеттік заттар Европадан, жан-жақтан алынған. Бірақ сертификациясы бізде Қазақстанда тіркелген. Қазақстанда тіркелген, сондықтан қазір 28 мемлекетке жіберіп жатырмыз. Менен сұрап жатқан адамдар бар, бауыр мен бүйректі айтасыздар дейді. Мен оны қоя тұрайын, мен өзімнің қантымды жөндеп алайын дейді. Бірге жүретін аурулар. Қанты көтерілген адамдарда бауырыңыз, және айттым ғой, бауыр дұрыс жұмыс істемегенде және 5 түрлі биохимиялық процесс бұзылады дедім ғой. Соның бірден бірі мына паразитоз, аписторхи, печеночный сосальщик деген бар бәлелер. Мына білесіздер ме? Не бар, ұйқы безі ғой, басынан тело дейді, и хвост поджелудочной железы. Клетки Лангерганса, вот эти островковые клетки, они находятся именно в хвосте. Нормада бүкіл организмде мысалы температура норма 36 ғой, мысалы 36-5 болсын, 36-6 ғой, ал именно сол жерде 37-2 болады екен. Именно. Неге? Өйткені завод по производству инсулина. Ол жерде өз нормада. Ол жерде постоянно жұмыс істеп жатыр ғой. Тамақ іштіңіз, барып инсулин выделил, и қантыңыз нормаға келтіріп отырады. Теперь температура туралы неге айттым мен? Температурасы көп жерлерде қан арқылы жүреді ғой, бізде паразиттер болсын, заттар болсын, любой нәрсе. Ол жерге барады да, паразиттер сол жылы жерді жақсы көреді ғой, өздерінің личинкаларын қалдырып кетеді екен солар. Именно забивается жәнегі қан, инсулин шығатын жерлерді забивать етіп тастайды екен, грубо говоря. И сонда біздің баобаб жәнегі, баобабты біздің өнімдер іше бастағанда антипаразитарный эффектом обладает же. Сонда тазартады ғой, шайып тастағаннан кейін, все, инсулин начинает выделяться. Сондай случай бізде 2 жастағы балада болды, бізде инсулин зависимый. 2 күннің ішінде прямо сахар резко нормаға келді ғой, біз өздерде в шоке болды. Одна из причин – это паразиты. Аписторхи, которые забивают там печеночный сосальщик и так далее. Екінші фактор ол деген қан айналым системасы бұзылғанда, алиментар тамағымызға байланысты енді анау. Үшінші фактор ол гормональное нарушение. Через гипофиз у нас железы внутренней секреции. Қалқанша безі кетті, қалқанша безі, омырау безі әйел адамдарда, поджелудочная железа, надпочечник, что отвечает за давление, яичниковая система, а ер адамдарда жәнегі ұрық безі,
предстательная железа. То есть оның бәрі через гипофиз управляется. Когда аденома гипофиза, там әртүрлі причина, қалқанша безіңіз дұрыс жұмыс істемегенде, омырау безінде какой-то проблема болса, ол және бүкіл гормональный фон нарушен. Ондай кісілерге жәнегі обычно гормональный препараты, қант түсіретін жәнегі сізге дәрілерді береді, сонымен қосып, оларды алып тастамаңыз. Сонымен қосып өнімдерді іше бастайсыз ғой, вот сол кезде начинается чистка мощная. Қалпына келеді. Более сколько человек у нас сахарный диабеттен, қант диабетінен результат алған кісілер өте саны көп. Побочный эффекті жоқ, ауруларды бұл енді қатты қоздыратын емес, бірақ тазартқаннан кейін кез келген ауру жайдан жай шықпайды ғой, ағзадан білесіздер ғой, бет албаты шығып кетпейді. Оны не керек? Шыдау керек те, су ішу керек. Тәттіден отходите, вообще любой адам ауырсаңыз да, ауырмасаңыз да, тәттінің пайдасы жоқ екен. Қандарын бәрін забивать етіп, клеткаларды забивать ететін. И жәнегі нан тамақтардан. Особенно даже біздің май, шемішкен майы, біз кулинарный жир емес, мынадай май пайдалы деп, оған құрамы бәрі быт екен. Оның бәрі зияны өте көп. Сковородкаға түскеннен кейін неше түрлі там уже доказывается, что әртүрлі жаман заттар выделяется, которые интоксикацию вызывает и так далее, и так далее. Сондықтан тамақтарыңызды дұрыстаңыздар. Су, водный баланс соблюдайте. Дұрыс тамақ ішіп, активный отдых, активный кішкене физкультура, қазір китайский гимнастикалар жақсы болды ғой, бәрі жасап жүр ғой, сонда лимфосистеманы запускать етіп, сондай нәрселерін жасап отырыңыздар, міне болады ғой, міне болады. И плюс жәнегі просто это как протокол бір 4-5 айдың ішінде сіздің организмдегі 63 триллион клеткалардың бәрін капитальный ремонт жасап береді. Плюс омоложение, клеткаға өзі витамин, минерал бәрі барғаннан кейін, причем баланс, барғаннан кейін қалай ойлайсыздар? Қандай керемет олар сіздерге рахмет айтып, уже жұмыс істей бастайды. Қарсы көрсетулер жоқ. 6 айдан бастап балаларға я рекомендую беременным женщинам, кормящим матерям для профилактики, чтобы не заболеть. Вообще, қазіргі жағдайда мен сіздермен сөйлесіп айтып отырғаным именно, чтобы мы, наши люди, не заболели. Ауыр қалмас үшін. Ауырмаудың ең бірден бір самый короткий путін айтып отырмын да. Еще қазір энергия алу үшін адамдар тамақ ішеді, я не знаю, энергетики пьют, балаларымыздың бәрі кола, чипс, әртүрлі заттар ішеді, какой-то бір драйв алу үшін, правильно же, мозг бір какой-то не алу үшін. Ал мына өнімнің өзі ішкен адамдар уже энергиясы қалпына, ұйқы қалпына келе бастайды, Ал самый главный, кажется, біз көңіл аудармаймыз, мына 10-нан кейін біз айтады ғой бәріне, ойбай 10, 11, 12-де дейін ұйықтап қалу керек деп. Көріңіздерші өздеріңіз. Бір жеті өзіңіз попробуйте. Телевизорды бәрін, WhatsApp нелеріңіздің бәрін өшіріп тастап, бір 10-нан кейін, особенно перед ұйықтардың алдында, далаға бір жарты сағат, 1 сағаттай прогулка жасап келіңіздер де, и бір 7 күн ұйықтаңыздаршы, сағат 10-нан кейін. Өзі ерте тұрады, өзі ұйыққанғаннан кейін бір 6-7 сағаттан кейін тұрасыздар ғой, таңертең тұрып, өздеріңізге бір сағаттық уақыт, когда все спят дома, үлкен семья болсаңызда, жолдасыңыз бар, мысалы, бала шағаңыз бар, таңертең тұрғанда 1 сағат өзіңізге мечты, цели, шынымен өзіңіз не істеңіздер де, ойдан тазасыз, барлық ойлардан тазасыз, телефон қосқан жоқсыз, телевизор қосқан жоқсыз. Вот сол кезде мечты все сбываются дейді ғой, ол шынымен өзіңіздің бір сағаттыңызды алыңыз да, су, водный баланс, бір жұма сөйтіп көрейікші өзіңіз. Прямо ұйқы, бас демалды, ұйқы, аурулардың өздері кетіп қалды. Кто не хочет, кто не может там сбросить вес даже, соны бір жұма оңыз істеп көріңіздерші, соған организм дағдыланып үйреніп алады да, ары қарай күшті сезіне бастайсыздар. Лайк басып, бөлісіп отырыңыздар. Неде аяулым жазып жатыр, киста поджелудочная железа жазыла ма дейді. Жазылғанда. Менде случай болды да, даже Америкадан келіп псевдокиста болғанда, острый панкреатиттің осложнениесі болғанда ол хорошее разрешение, когда псевдокиста появляется. В больших случаях кисталар пайда болады ол кісіде. Прямо операция жасаймыз деп, там остаточная полость, большая киста. 5-6 сантиметр ғой деп. Еще бізге Сгановқа жібердік, күшті таныстарымыз, они сделали УЗИ, и в динамике начали смотреть. Біздің өнімді алып іше бастады. В динамике
4-5 айдың ішінде 2 есе 3 есе азайды ғой. То есть быстрее заживлениеға келді. Понимаете? Псевдокиста деген, а көбінесе панкреонекроз дейді. Осложнение острого панкреатита. Ана ериді вообще. Емі жоқ вообще. Операциямен тек қана екі жақтан не тесіп шығарып қояды, чтобы ана распадающий опухоль на улицу выводилась. Қатты дәрілер, сандостатин дәрілерді береді. Контрикал с этим на физрастворе можно прокапаться и так далее, и так далее. Бірақ мына біздің өнімде сол киста неден пайда болады? Қан тамырлар системасы. Причина разная. Паразитарная киста, непаразитарная киста. Көп түрлері бар оның. Оны бәрін обследование жасап, профессиональный дәрігерге барып, чтобы хирургическую болезнь не пропустить, олардың бәрін обязательно дәрігермен, өздеріңіздің дәрігерлеріңізбен де қарап отырыңыздар. Мен де консультация берем, дұрыс жолын көрсетіп берем. А так восстанавливается. Мына қалқанша без дұрыс жұмыс істемегенде киста, варикоз, геморрой неше түрлі пайда болады екен. Бауырмен жәнегі қалқанша без бір-бірімен өте тығыз байланысты. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Бауыр деген үлкен фильтр ғой. Сол дұрыс жұмыс істемегенде бүкіл система бұзылады. Одан кейін әртүрлі және кисталар неше түрлі пайда болады екен. Бізде бір Айдана хан жазыпты, іш өте береді, тамақ ішеді, туалетке ондайда не істеуге болады дейді. Күшті көмектеседі ана біздің баобаб остеовалды ішсеңіз болады. Өйткені кишечная флора нарушена, панкреатит ол. Бала болсын, кімде болсын, және кишечная флора, дисбактериоз произошел. Вообще, мына ішек жолдары, оформленный стул почему не формируется? Там есть хорошие бактерии и плохие бактерии, фермикуды, бактероиды называются. Это микробиоты кишечника дейді. Ол неге іш өткізеді? Өткені мына бауырдан өт, асқазан асты без, ұйқы безінен сөл екеуі қосылады да и формирует бүкіл кишечный флораның бәрін формировать етеді. Дұрыс тамақ ішпедіңіз, неге іш өтті, ана инфекция, организм, там реакция болды, айдады. Значит, панкреатит, кишечная флора нарушена. Соған баобаб біздің жәнегі остеовалмен ішесіз. Гепонефрилергин бірінші протокол бойынша ішсеңіз, бауырдың да бәрін клеткаларын қалпына кетіріп аламыз. Неге біз көбінесе протокол бірді 90-95-99% мен бірінші протоколды рекомендую. В редких случаях балаларға ана баобаб, остеовал, попейте, фульвагумин макс, биогумин бер деп айтам. Жағдайлар келмей, кішкене неткен адамдар, біреуін көрейінші деп сенбейтін адамдар көп қой, енді басында это нормально. Сенім кіремей тұрған кісілерге келеді өздері. Давайте, көріңдерші өзі, сенім пайда болсын деп. Содан кейін протокол бойынша, бірі бойынша ішсеңіз, сіз просто причина әртүрлі болуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін. Кейбірде жәнегі элементарный бір жеріңіз воспаление болып тұрған, ойлайды, мына жер жоқ. Значит, система полетела. Почему біздің өнімдер қолданған адамдардың бәрі 100% довольны? Почему у них у всех результаты? Өйткені у нас комплексный подход. Біз ана ауруларды емдемейміз. Біз бүкіл системаны, организм 12 мүшесін қалпына келтіре бастаймыз. Сол кезде ана аурулар как следствие өзімен өзі кете береді екен. Айболат жазыпты, жүрек тез соғады тамақтан кейін. Жүрекпен асқазан байланысы бар ма? Осы өнімдер үзбей ішу маңызды. Және қалқанша безі бар ғой, қалқанша безі дұрыс жұмыс істемейді ғой, қалқанша безі дұрыс жұмыс істемейтін кісілердің бәрінде жәнегі қан тамыр системасы бұзылады, жүрек, слабость, жәнегі соның бәрі бір-бірімен байланысты. Бауыр қалқанша безімен байланысты, Т4 переходит, медицинский терминдерді көп айтпай-ақ қояйын, потому что блокировать етіп тастайды екен. Сондықтан өте бір-бірімен пайдалы. Ем болсын ішіп жатыр екенсіз, иә? Иә, осы өнімдерді. Хеликобактерге күшті. Хеликобактер 80% адамдар хеликобактер носитель. Хеликобактердің иммунитет кішкене көтеріледі ғой, хеликобактер жоқ кетеді. Даже антибиотик ішпей. Иммунитетіңіз ослабленный болғанда қайтадан шығады екен. Ең жаманы хеликобактерға неге өйтіп бүкіл дүниежүзі көңіл аударып жатыр? Өйткені сондай бактерия, паразит, ана асқазанның стенкалары бар ғой, соны жақсы көреді екен. Соны жейді кәдімгідей, соны қоректеніп өмір сүреді екен олар. А ол эрозивный гастрит әкеледі. В тяжелом случае бәрін жеп қойғаннан кейін атрофический гастрит болады. Одан кейін язва болып кетуі мүмкін. Язва ол онкологияға тудырады. Понимаете? Вот сондықтан алдын алу керек. Ол хеликобактер при распаде және жағымсыз иістер көп адамдардан деп айтады ғой, бәрі сол хеликобактердің несі. А хеликобактер неге пайда болды? Иммунитетіңіз неге ослабленный? Ондай кісілердің бәрінде бауырында проблема. Өйткені жировой гепатоз көңіл аудармаймыз.
диффузный изменение в печени деп УЗИста жазып береді, барып гептралмен урсасаныш болды дейді. Анаған жәнегі хеликобактеріңізға антибиотиктердің бәрін түрін гастрицепин, денол, вентрисол бәрін көрген шығарсыз. Трихопол назначает. 14-15 күн ішесін, анау кетпейді. Өйткені кетіру қиын деп айтады мысалы. Протокол бойынша ішкенде біз енді йод қазір қайтарған шығады. Сондай өнімдер прямо бәрі қосымша ішкенде прямо керемет. Иммунитетіңізді қалпына келтіріп берді, ошелачивающий эффект, асқазанның бәрін жараларын жаба бастады. Полностью на клеточном уровне. Мынандай эффект аласыз. Бірінші протокол бойынша. Жаңадан келіп жатқан адамдар болса, қайырлы кеш, Rich Factor компаниясы основателі, гепатолог, маммолог, онколог Нашанов Жұмабек Рамазанович эфирде. Жазыңыздар сұрақтарыңызды. Геморройға не көмектеседі дейді? Первая причина. Вообще острый геморрой болады ғой, мен сіздерге бір лайфхак айтайын. Қатты көнбей уже, все уже ауыр прям. Ана шемішкен майы 100 грамм, 50 грамм. И одан кейін навокаин бар ғой, обычный үлкен флаконда аптекада сатады. Содан бір 50 грамм. 50 грамм навокаин, 50 грамм шемішкен майын. 100 граммға араластырып, перед сном 100 грамм детский клизмамен салыңыздаршы 3-4 күн. Анау любой геморрой, ауырып тұрған геморрой тартылып қалады ғой. Аккуратно салсаңыз. Но ол временный эффект. Понятно, да? Геморрой тудыратын паразитоз, геморрой тудыратын жәнегі іш запоры көбінесе тудырады. Кишечная флора. Опять келеміз, жоғары көтерілгенде асқазан, поджелудочная железа, печень, организмдегі запор. Сол первопричину нужно забирать. Бірінші протоколмен геморройлар мощный эффект. Геморрой как следствие состояния. А так она лайфхакты в остром периоде всегда можете использовать. Айболат бағана жүрек туралы жазған. Ең кемі қанша уақыт ішу керек дейді осы өнімді? 2 айда нормада бар ғой, біздің 2-3 айда қан тазарады екен. Біз ана нерге дәрілер сияқты әсер етпейміз ғой. Біздің мақсатымыз нормальное состояние привести. В нормада есть эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, жәнегі гемоглобин болсын, олардың бір өмір сүрудің несі бар. Жартысын тазартып алдық, ал жаман клеткалар қалып қалса, қайтаран результат болмайды. Сондықтан 2-3 ай ол тек қана қан тазарту. Ары қарай каждый органның, әр ағзаның өзінің жұмыс істеудің обновлениесі бар. Бауырдың клеткалары, допустим, 1 жылға дейін полностью обновление. 6-7 ай дейміз. 6-7 айдың ішінде регенерация, біз өзіміз Сызғановта жұмыс істеп жүргенде, мысалы, эхинокок печени, 8 сегментін 4-5-ін алып тастаған, маленькая печень, доля печени 7-8 айдың ішінде полностью қайтаран новый печень болады ғой, регенерация. То есть обновление клетки идет. 7-8 ай дейміз бауырдікі. Жүрек, бүйрек болсын, каждый органдардың өзінің восстановительный периоды бар. Головной мозг, деменция, альцгеймер деген кісілер, уже диагноз қойып тастаған, память кет қалған, например, үлкен кісілер. Солардың өздеріне қолданып қандай керемет результаттар алып жатыр ғой. И кремний остеовелдің ішіндегі полное восстановление мозговых клеток. Вы знаете, что нервные клетки восстанавливаются? То есть әр адамға әртүрлі. Поэтому минимум айтамыз 4 ай 6 ай ішінде тазартып. А так нәтижесін сіздер бар ғой, әсерін уже 1-2 жұмада көресіздер. Кейбір адамдар 2-3 күнде көреді. 1 айдың ішінде полностью организм өзгере бастайды. Өйткені өмір алмаған витамин, минерал, электролиттерді ала бастайды. Қан айналым системасы дұрыс жұмыс істей бастайды. Сол клеткалар обновление болғаннан кейін уже организм өз-өзін жақсы сезінеді. Сондықтан 1 ай 2 айдың ішінде көп өзгерістер болады сіздерде де. А так минимум және айттым ғой, 4-5-6 ай қолданыңыздар. Вообще қарсы көрсету жоқ. 1,5 жыл болды, тоқтатпай ішіп жатырмыз. Мен Испаниядан қазір сіздерге етіп тұрмын, хабарда отырмыз. Толып тұр өзіміз күнделікті, мен күнде 2 рет постоянно өзім ішіп отырамын, өзіміздің өнімдерді. Жақсы сезінесің. Протокол 1, протокол 2 деп неге бөлеміз? Олар нені емдейді? Состав одинаковый. Протокол 1 деген кез келген состояние. Любой диагноз болсын, не болсын, балаларға кішкене алшасқа дейін кішкене дозировкасын азайтып береміз. 7 өнім кіреді, 2 случайда. Бірінші протоколда просто таңертең кешке өзінің несі бар, дозировкасы бар. Екінші протокол ол онкология. Кез келген онкология или предрак, предонкология кезінде мен ударный дозамен өзім неткем, жазып бергем. Сонда бір-бірін араластырып өзім специальный протокол создавать еткем, потому что
ана онкология деген немене? Онкология деген ол уже автономно, ол саған уже көңіл, ана сіздің Т лимфоциттеріміз бар ғой, біздің ана иммунный клеткаларға жауап бермейді уже олар. Олар автономно өмір сүріп алған уже. Неге оларда гемоглобин түседі? Неге они начинают, эти люди худеть, неге жүдейді там, сойы көтеріледі? То есть олар уже автономно, ешкімге ана бөлек мемлекет сияқты өздерімен өздері өмір сүре бастайды ғой. Оған бар ғой, қаншама химиотерапия беріп жатқан кісілер бар, нетпейді, көнбейді оған да. Кейбір нелер, потому что панцирь уже, қатайтып алған уже. Сондықтан ана ударный, ана пробивать етіп, щитті пробивать ету үшін, ана ударный дозамен фурвагумин макс мысалы 2 столовый ложкадан береміз де, 2 рет, 4 рет ішкізіп жіберген кейбірде. Биогуминді, дозировкасын, баобабты по 2 саши 3-4 раза в день беріңіздерші деп айтамын, чтобы пробило. Ана ішіне кіріп алғаннан кейін ішінен басып күресе бастайды да. Сондықтан отличие бір мен екінші протоколдың отличиясы сол ғана. Кетіп жатыр ғой. Гепатит кетеді ма деп отыр ғой. Гепатит Б, С, Д болсын. Гепатит кетеді ма? Данахан, гепатит Б, Д. Что интересно, Б бар ғой, Б. Мен кандидатский диссертациям ғой, ол туралы көп айтылған да. Просто гепатит Б бұрынғы кезде біздің кезіміз 2000 жылдары изученный болған жоқ, байтауыр Д деген редко кездесетін. Қазір Д қосылғанда гепатит кейбіреулерінде Б кетіп қалады. Ол вирустар ғой. Ол вирустар еще бір-бірімен күреседі еще. Кейбіреуде аутоиммунды қосылғанда анау екеуі гепатиттер бір-бірінен жоқ болып кетеді екен. Вирустар внутри, там война идет между собой тоже. Ол жоқ болып кеткенде ойламаңыз да түбін кетіп қалды. Жоқ, ол подавлять етіп, даже маркеры у вас положительный, ол ақырындап өзін клеткаларды құрта береді. Фиброз 1, 2, 3, 4 деген уже қатайып қалған, бауырды қатайта бастайды да олар, соединительный ткань. И ана биопсия алғандай даже иголкамен кіре алмайсың ғой, потому қатып қалады анау. Қырт деп телосын сыртынан естіледі. Сондықтан гепатиттің емі қазір тенофовир, противовирусный индийский препараттар бар ғой, который ПЦРді жоқ қылады, но біздің мақсатымыз сонымен параллельно қолдансаңыздар, ана бауырдың жұмсартып, бауырдың микроциркуляциясын жақсартып, специально операциялар бар, более 200 видов реконструктивных операций есть на печени, которые улучшают микроциркуляцию крови. Тоннелирование жасайтын, кстати, моя кандидатская диссертация. Специально күйдіретіміз ана бауырдың ішіне иголканы кіргізіп тұрып, күйдіреміз, чтобы регенерация, чтобы новые коллатерали появлялись. Это диссертация. И специально не бойынша ана жарты долясын кесет бауырдың, кесіп алып тастайды, для того, чтобы улучшить регенерационные способности. То есть методикалар көпте. И мысалы біздің өнімдер противовирусный терапиямен қосып берсе, сондай функцияны атқарады. Клеткалардың, бауырдың ғана емес, басқа функцияларын емді нетеді, қалпына келтіре бастайды, микроэлементтер береді, микроциркуляцию, причину заболевания убирает. И қаншама біз көргенбіз кісілерде, мына иммунитеті мықты адамдарда полностью гепатиттер кетіп жатқан кісілер. Иммунитет. Потому что вирус клетканың ішіне кірді ғой, ДНК, РНК-ға жасып алады ана атомның ішінен. Қалай кірді, солай шығаратын түрі бар. Ол тек Алланың өзіміздің күш қуатымыз енді шыны керек. Оған условия создавать ету керек. Ол условия создавать ететін как раз протокол. Плюс совмещайте со всеми лекарствами. Сондықтан даже гепатитіңізден ПЦР жәдегі мына беріп жатқан әртүрлі дәрі-дәрмектермен қосып ішсе, мынандай болады. Бақыт жазыпты, бауырда жировой гепатит, кальций ішіп едім, аяғыма денем қышып аллергия болып кетті. Оған не ішем дейді? Бірінші протокол бойынша жаңағы айтып отырған жировой гепатоз, жәнегі міне тағы да Зоя қойып отыр F4-ға, бізде 4,5 айда, бір кісіде F4, F2-ге ауысты ғой, қатай қалған бауыр. Бірінші протоколмен қолданды бізде. И плюс жәнегі бірінші протокол жировой гепатоз. Диффузное изменение в печени, бауырдағы өзгерістер, гепатит болсын, қарайыз. Даже интоксикация, дұрыс тамақ ішпедіңіз, или бірдеңкеге уланып қалдыңыз. Бітті, бауыр перебой. Бычыт болып құлайды ғой өзі. Ана көп ішімдік ішіп алған адамдар қалай ертеңінде бычыт болып жатады, ертеңінде тұра алмай, тамақтан іше алмайды, суда әзер жұтады, ісініп кетеді. Это удар, отравление по печени произошло. То же самое вирус болсын, қандай причина болсын, тамағымызда оның бәрін жировой гепатоз құртады. Сондықтан оны тазарту керек. Бірінші мына клеткаларды тазартып, қанды тазартып, как раз таки бірінші, екінші емес, мына бірінші протоколдың ішіндегі өнім жиынтығы сондай да, онда тазартады, қалпына келтіреді, восстановление жасайды, бірақ табиғи. Бұл дәрі-дәрмек емес.
Сондықтан бәріне ішуге болады, в том числе жаңағы жировой гепатозы бар кісілерге я рекомендую. Химия қабылдап жатқан Венера, химия қабылдап жатқан кісіге прямо мына Америкада есть онкологи, которые фульвагумин используют для лечения онкологии, совмещает, вместе дают. Потому что он создает хилатную форму, ішкен дәрі-дәрмектерін клеткалардың ішіне апарып береді. Олардың молекулалары үлкен ғой, ол клетканың ішіне бара алмайды. В большинстве в панцирь забивает или какой-то биохимический процесспен анатомиясын бұзып тастайды да. А мынаның ең үлкен қасиеті ол клетканың үлкен молекулалардың ішіне апарады да, ананың жұмысын жақсартады. Хим препараттардың. Кері әсерлері бар. Кері әсерлері, это даже интоксикация, потому что мощнейшие токсические вещества же это. Сондықтан ана даже хим препарат алған кісілердің гемоглобин, эритроцит, лейкоциттер бәрі түседі ғой, тромбоциттер түседі. Оларға айтады, бар үйге барып жібереді ғой, 21 күнге сен дұрыстап тамақ іш дейді, құнарлы, жақсы тамақ іш дейді, для того, чтобы иммунитетін көтеріп кеп. Егер гемоглобин, эритроциттеріңіз түсіп тұрса, лейкоциттеріңіз түсіп тұрса, алмайды сізді. Екіден төмен болса, бар тағы да неткен қан құйып бірнеке лейкоцитін көтеріп кел дейді. Правильно же? Сондықтан біздің өнімдер параллельно ішсе, прямо күшті эффект. Ана Ақтөбеде бізден шалғын баутеген қаншама кісілер бар, онкологиямен ауырып жүрген кісілер бар, хим препараттарын химиотерапияға біздің өнімдермен қосып легко таңертең барып, химия терапиясын алып, түстен кейін жұмыста отырған кісілер көп бізде. Сондықтан быстрое восстановление идет. Тез қалпына келе бастайды. Жұмабек Рамазанович, нәтиже алмаған адам бар ма дейді? Тоқтап қалған адамдар бар. Біз енді қалай нәтиже деген немене? Біз клеткаларды қалпына келтіруге айтамыз. Мен өзі консультация жасап жүрген кісілер бәрі қол жетімді ғой, анау Каспий рассрочка ашып қойған, прямо бір-екеуден алып, бәрі пенсионерлер ауылда отырып алып қолданады. Даже біреуін араластырып для пробы қонаққа барып біреуден ішіңіздерші, уже ол әсер ете бастайды. Сондықтан бұның қарсы көрсетулері жоқ. Гепатологтарымыз сұрақ күшті. Қазір Гүлжан, бір күшті сұрақты жіберіп алмай тұрғанда Зоя, гепатологтарымыз баттар басқа осындай ештеңе ішуге болмайды деп айтайын. Мен өзім сол сізге анықтап жүргенде бәрін ұрсатымын. Бастарын істейме, неге ішесіңдер, неше түрлі білмейді. Өзіміз де білмейміз ғой енді. Біздің мақсатымыз операция жасау, дәрі-дәрмек беру, дәрігерлердің айтатын несі бар, дұрыс. Онда ол просто ол сіздерді жаман емдер кетпесін деп ойламайды. Олар потому что баттар көп, әртүрлі танымайтын, түсінбейтін заттар көп қой. Содан кейін может по-своему сіздерді сақтайтын шығар. Содан кейін айтады ішпейіндер деп. Понимаете, да? Әйтпесе түсінетін адам бат деген неме биологически активная добавка к пище. Подряд бет албаты іше беретін нәрсе емес ол, шынымен. Бет албаты іше бермеңіздер деп айтып отыр олар. Сондықтан дұрыс түсініңіздер. А когда вы уже грамотно понимаете өздеріңіз ауруларыңызды дұрыстап түсінсеңіздер, ол не значит ана мынау жетіспейді, мынау жетіспейді, мынау жетіспейді деп. Баттардың развитиясы керемет, многофункциональный продукт питания деген шыққан қазір. Бізде протокол бірді, неге ол бір бат, бір нәрсе ғана емес, ана қосылған, неге қосылған, неге иммунный системаны бәрін осы келді. Егер баттарға бөлсеңіздер, более 600 видов там. Ана жеті өнімнің ішінде 600 түрлі баттар жасауға болады да, бөлек-бөлек. Оның бәрін бөлек-бөлек тамақтың ішінде мынаншама анау керек, мынау калий керек, мынау мынанша кальций керек, мынанша не деп есептейтін нәрсе емес, все в сбалансированном варианте. Сондықтан безопасный болып тұр ғой, 6 айдан бастап балаларға почему беріңіздер, ішіңіздер деп. О безопасности я вам говорю. И, конечно, плюс 5-6 түрлі противоопухолевый эффект. Там ошелачивание, паразиттерді алды, иммунитет запускать етті. Жан-жақты он уже доказанный противоопухолевый эффект. Наоборот, витамин С противоопухолевый эффект. Витамин В12 нехватка там онкологию вызывает. Знаете об этом? То есть организм клеткалары разрушен. Поэтому үлкен подспорье, и поэтому мен сіздерге айтам, даже қаншама дәрігерлер, мен танитын дәрігерлер бар, профессорлар бар, шетелде мысалы қаншама адамдар, просветленный врачтар айтады, пейте БАДы. А Европада, мына Японияда қалай дамып кеткен, бат ішпеген адамдар, ол, значит, кішкене әлі ана в прошлом веке остался дейді. Мысалы, құр ғана дәрі-дәрмектерді ғана ішіп жүрген адамдар тез көп өмір сүре ме екен, құр ғана дәрі-дәрмектер ішетін адамдар көп өмір сүре ме екен, или осындай биологически активный добавка, дұрыс правильное питаниемен айналысатын адамдар көп өмір сүре ме екен? Тоже үлкен вопрос. Поэтому денсаулықты өз қолдарыңызда ұстаңыз.
Бірінші протоколда 4 Жылы кісі. ішіп жатырмын дейді. Иә. Бірақ толып баратырмын дейді. Вес қосып жатырмын дейді. Жақсы ғой. Посмотрите, что вы пьете, водный баланс соблюдайте. Бұл вообще калориясынан есептегенде калориясы вообще низкий. Наоборот, қанша адамдар қалпына келіп, жүдеп, значит, аппетитіңіз ашылып, тамақ көп жейді қанша ашылса. Суды соблюдайте, тамақты азайтыңыз и побольше ходьбы, хорошо? Бірақ басында 1-2 айдың ішінде көп өзгерістер болады дедім ғой, ісіп, отектар кете бастайды, отектар кетпей тұрып, осындай ісіндіріп, кішкене сондай да эффектісі бар. Біздің өнімдерді ішкенде, кейбір адамдарда. Поэтому кімнен алдыңыз, сол кісімен хабарласыңыз да, ана назначениесін қарап, дұрыстап алуға болады. Бақыт жазып жатыр, шекті немен тазалаймыз дейді. Көп адамдар шекті тазалаумен айналысады. Шек тазарту ғой. Шекті құрғаны тазартып, бұна мен вообще против вот этих клизмы. Клизма жасайды ғой, сол клизма жасағанда бүкіл жақсы бактерия мен жаман бактерияларын бәрін шайып тастайды ғой. Көбінесе мен сыганып жүргенде ана Сарыағашқа барып очищение жасап келген кісілер бар. Сразу обострениемен келеді де, бауырмен, мына өт қабының несі обострениесімен келеді екен. Енді қоздырып жібереді де, өйткені иммунитет. Сондықтан дюбаж, активный форма. В общем, агрессивная форма очистки я против. Мен енді өз көзқарасым. Сондықтан бұны сізде бауырдан өт жақсы шығып тұрса, потом, потом поджелудочная железа сок дұрыс шығып, панкреат болмай дұрыс шығып тұрса, одан кейін судный, водный баланс жақсы жасаңыз, бітті, кетеді бәрі. И кишечная флора, жәнегі фермикуды, бактериоид едім ғой, оған баобаб, остеовел, және фульвагумин и биогумин. Біздің протоколды попейте өзіңіз, бір 10 күн. Такая чистка начнется у вас. Өмірі шықпаған заттардың бәрі тазарып шығарып береді. Но натуральный. Там не только просто очищение, но и плюс восстановление. Бірге жүру керек те бәрі. Әйтпесе қоректі заттардың бәрін жуып шайып тастап, ол да дұрыс емес. Сол кезде онкология болады, стресс болады. Қатты диетаға да мен көзқарасым, өзімнің көзқарасым қарсымын. Өйткені жәнегі көп микроэлементтер жетіспегеннен кейін организм стресс алғаннан кейін кортизол көтеріледі. Кортизол көтерілгеннен кейін иммунный клетка одан сайын төмен түседі. Сол кезде де аурулар қозғай бастайды. Сондықтан кішкене комплексный дұрыс подход жасау керек. Енді ол мен өз көзқарасым. Төсімде түйін бар, не ішсем болады дейді. Бірінші протокол. Біздің нелер бар ғой, протокол. Я рекомендую, енді ана қасқа дәрі-дәрмектердің өздеріңіз ана дәрігерлерден көресіздер, я правильно же? Биопсия алған шығар, я биопсия алды, тексерді, қарады, мысалы, я. Ол түйін полностью кет қалды деп айта алмаймын. Өйткені, по крайней мере, остановить, чтобы онкологии не было. Я вам рекомендую протокол номер 1 пропить. И біздің составындағы өнімдер, ол как раз через гипофиз, гормональный фонды қалпына келеді, причину заболевания уберет. Там түйін деген ол бірақ түйін емес, оны маммолог дәрігерлеріңізге барыңыздар, тексеріңіздер, қаралыңыздар. Дәрігерлерді никто не отменял. Хорошо? Плюс параллельно біздің өнімді, пожалуйста, қолданыңыздар. Бәріне болады ішуге. Сахарға көмек бола ма дейді. Және басында да выступать еттім. Қазір мына біздің записті сақтап қояды. Саған да білет қараңыздар. Хорошо? Қан диабетіне первый тип, второй тип, причину заболевания, 5 факторов, там, әртүрлі фактор, әртүрлі причина, паразитоз, аписторхи, печеночный сосальщик, плюс алиментарный, плюс тамағымызға байланысты, плюс гормональное нарушение, қан диабетінің ең последствия. Оны отрегулировать можно, да, дәрілер іштіңіз, инсулин колоть етті, қантты қалпына келтірі, диету соблюдайте. Ең жаманы мына қанты бар, көп ауыр жүрген кісілер байқайды уже, зрение кете бастайды. Ретинопатия, ангиопатия, бүйрек, нефропатия, бүйрек, тамырлар, головной мозг страдает, ұйқы, психоз, невроз, последствиялар жаман, да, как и гепатит, цирроздардың да последствиялар жаман, да, даже соны алдын алуға көмектеседі. Қан айналымын, қан тамырларды қатайта бастайды. Особенно остеовелдің құрамында және кремний, құрамында коллаген бар, витамин D3, К2 бар, ну, состав там, марганец қосылған, мощнейший, хондроитин, глюкозамин ішінде состав бар, баобаб, киелі ағаш, олардың бәрі бар, обволакивать етіп, энергия, және стенкаларын, микроциркуляцию улучшает, уже жақсарып.
бастады. Плюс паразиттерді ала бастады, причину заболевания убрали. Қан диабет деген үлкен системный ауру, бірақ нәрсе емес. Ондай қан тамыры, қан диабеті бар ауруларда обязательно адамды қалқанша без, омырау без, там басқа органдарда кетеді. Системно. Бауыр обязательно там у них проблемы. Поэтому при системных заболеваниях, системный подход дейміз ғой, бізде протокол бір, ол табиғи өнімдердің жиынтығы. 6 айдан бастап балаларға береміз, қарсы көрсетулер жоқ, все сертифицированы. Его можно пить всем, здоровым людям в первую очередь, для того, чтобы не заболеть, чтобы ваши клетки долго вам служили. То есть клеточное омоложение, клеточное питание, сол үшін біз патент алғанбыз. Поэтому бәріне ішуге болады, в том числе қан диабеті бар кісілерге мынандай результаттар алып жатыр ғой. Басқа буын аурулары, суставтар ауырады ғой көп адамдарда. Артрит артурозға күшті, артрит артрозға өте күшті эффект алып жатыр бізде. Және остеовалдың құрамы, біз ана сертификацияға бергенде, сонда жұмыс істейтін кісілердің өздері қарап, қандай керемет состав деп. Біз совместно с казанскими учеными мы его изобрели. Прямо рахат. Артрит артрозға. И так-то дәрі-дәрмектер ішесіздер ғой, хондроитин, глюкозамин. Но там причина разная может быть, да? Остеопорозды или там артриттерді, буындарды, мына основной причина, және бауырда эльпролин, эльгистин деген екі амина қышқыл шығады екен. Біреуі отвечает за хрящевую восстановление, екіншісі эльгистин, ол жәнегі екі сүйектің арасын майлап тұратын заттар. Бауыр опять первая причина бауыр дейміз ғой. Плюс жәнегі әртүрлі себеп, әртүрлі артық салмақ, нагрузка жасадың, физический нагрузка, постоянно травматический, там физический травмалар причина болуы мүмкін. Әртүрлі причина болуы мүмкін. Но система біздің сондықтан ғой, біздің протоколдың ең кереметтілігі сол. Бүкіл системаңызды қалпына келтіре бастайсыз, постепенно, потихоньку 4-ші, 5-ші, 6-ші айда уже көре бастайсыз эффектісін. Өйткені басқа ағзаны, бауыр, бүйрек, жүрек, асқазанды қалпына келмей, дұрыс питание бермей, дұрыс микроэлемент алмай, ешқандай аурулар кетпейді екен. Вот соны түсініңіздер. Құр ғана дәрі-дәрмектерге или там сустав поменяли, жақсы болды деп, да, ол тоже нужно. Сустав уже тизель, гонартроз, уже қат қалған коксартроз, уже шеміршек жоқ, несін бәрі буын қат қалған, уже все қозғалмаған кісілерге операциядан қашып керегі жоқ. Мысалы, енді процесс салады, күшті, рахаттанып, уже безболевой. Хотя бір кісіде бізде одан да результат болды, нәтиже, Ана жолғы эфирімде де айттым, 70-ден асқан бабушка, у которого там аяқ қатқан ғой солай. Именно операцияға жіберген барып, дәрігерге барып, уже все нашли, и енді больницаға барып операция жасаймыз десе, ана жүрегі жарамайды екен, жүрегінде проблема, и қанты бар екен. Одан кейін барып давлениесі жоғары, енді кішкене жүрегіңізді апай емдеп келіңіз деп жіберген ғой, и біздің өнімдерді сол қантқа, жүрекке ше бастайды ғой. И 4-ші, 5-ші айда қан қалпына келе бастайды, ана 4-ші, 5-ші айда бүгілмеген аяқ бүгіле бастайды ғой. Понимаете? И қазір все без операция ақсында жүрсе де айтыр, 5-ші этажға бабушкамыз без операция шапқылап жүр. Сондай да бізде не бар. Жүрек операция болды, жүрекке. 6 ай болды, ішуге бола ма өнімді дейді. Болады, бәріне болады. Наоборот, во операции, во время операции, после операции. Тамақ кімге ішуге болады, солардың бәріне ішуге болады, қорқпаңыздар. Табиғи өнім ғой. Так, Гүлжанка, менде 5 минут қалды. Потому что менде қазір келесі эфирге шығам мен. Сен қазір шыға алмай тұрғанда сен сақтап қой біздің немізді, эфирімізді. Какая продукция дейді? Жұмабек Рамазанович, жүректе аппарат бар, адамға бола ма? Болады деймін, болады. Енді протез жасаған тамақ ішуге болады ғой ондай кісілерге? Болады. Сондықтан тамақ сияқты бұл. Қарсы көрсетулер жоқ. Отторжение бермейді ешқандай. Иммунитетті, кейбір адамдар бізде иммунитетті және түсіретін, тежеп отыратын дәрі-дәрмектер ішетін кісілер бар. Правильно же? Ол біздің, особенно флюогуминнің құрамындағы архобактерия бар. Олар иммунитетті перестройка жасады. Басқаша жұмыс істеткізеді, понимаете? Наоборот, әсері күшті, питание жақсартады. Және стенді бар кісілерге пайдалы өте. Бауыр, бүйрек, основная причина. Бауырдан липопротеиды низкой плотности, өтіп кетсе, высокой плотности қанға кетіп қалса, ол баратта не сиді, ол баратта жәнегі забивать тромбоз, все оттуда идет.
Сондықтан ана біздің өнімдер на клеточном уровне начинает все восстанавливать и өте пайдалы жүрегі ауыралатын Нұргүл Төлегенова, диализ емдейсіз ба дейді. Диализный больнойларға енді диализ это печеночный почечная недостаточность, ол диализ креатинин көтерілді, диализге 3 рет алып жүрген кісілер біздің өнімді ішіп жатыр. Ол полностью диализден кетіп қалады деп айтпаймын мен, но ол диализдің функциясымен көмектеседі. Быстрое восстановление, особенно диализден кейін ана әлсіреп, микроэлементтердің бәрі жуылып, шайылып, қайтаран енді айтады ғой, кей элементтерін кіргізеді, но на самом деле тяжело переносит. Там легко переносит. И бізде мысалы до диализа, например, 800-900 креатин болып тұрған, до диализа қазір уже применяя 4-5 ай, уже 600-ге түсті, 600. Динамика, мочевина, креатиндер түсіп жатқан кісілер. Бәрі пайдалы, өте пайдалы ондай кісілерге наоборот ішу керек. Диализ кезінде ана интоксикацияны бәрін алу үшін тазартады, ол қан тазартады. Грубо объясняю. Тура сол сияқты біздің өнімдер ол тура көмектеседі, тазартуға көмектеседі. Егер атипичный такие микроклеткалар бар, сморщенная почкадан бізде результат бар, мысалы. А там же другая патология. Бірақ істемей тұрған, әлсіреп тұрған клеткалардың жұмыс істеуіне көмектеседі, әлі береді. Сондықтан біздің өнімдерді Мына жадыра жазыпты, матканы алып тастады, химия алып жатырмын, бола ма дейді. Болады. Срочно ішіңіз. Екінші протокол бойынша пройдите, что повторно. Вы знаете, что матку убрали или басқа органдарда онкология кезінде алды ғой, жасады, химиотерапия береді, до, после беретін шығар, беріп жатқан шығар. Бірақ причина осталась, неге ол пайда болды? Онкология неге пайда болды? Біз соны ойламаймыз. Ол бітті, алып тастады, мен жазылдым деп ойлайды да. На самом деле причина-то осталась. Матка органды алып тастады, ол паразитоз, кандида, грибки, там, иммунитет пострадал, стресс-фактор причина, ертең қайталанбас үшін қан тазартып, бәрін қалпына келтіріп алу үшін обязательно екінші протокол бойынша қолданыңыздар. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Уақыт. Хорошо. Ана ақпаратта жазылған, міне біз күшті 1 сағат сөйлестік. Мынада телефон жазылып тұр, міне бізде Гүлжан деген қарындасымыз қосылып, мықты қанша адамдарға көмектесіп отыр бұл кісі. Сондықтан бұл кісіге хабарласып, қанша тұрады, қалай алам, доставка 28 мемлекетке көріңіздер, алыңыздар, көріңіздер өздеріңіз. Рахаттанып, рахмет айтасыздар. Бұл кісі көмектеседі. Мен Испаниядан сәлем, бәріңізге сәлем бердік. Бәріңізге не только сипа. Жақсы состояние желаю. Жақсы. Алла разы болсын. Сау болыңыз. Рахмет.